1994 жылдың 6 шілдесінде Қазақстанның жоғарғы кеңесі елорданы Алматыдан Ақмолаға, қазіргі Астана көшіру туралы қаулыны қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Елімізде Астана есімді қанша адам бар? Астана күні қарсаңында қызықты дерек. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, елімізде Астана есімді 26 адам тұрады, оның 18-і ер, 8 әйел. Бұл ретте елорда құрметіне 17 адамға Астана есімі берілген, қалғандарына 1998 жылға дейін осы есім қойылған. Балаларына Астана сөзі кездесетін есім қойған қазақстандықтар да бар. Бұл қыздар арасында Астанай және ұлдар арасында Астанали, Нұр Астана сияқты есімдер. Ал елордалық Бәйтерек монументінің құрметіне 41 адамның, қазақ транскрипциясында 31 адамның есімі Бәйтерек.